Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін өте дәмді әрі пайдалы шай, Ташкент шайын дайындайтын боламыз. Нағыз күн салқындаған кезде шаршауыңызды басатын өте дәмді шайлардың бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Шайымызды дайындау үшін бізге апельсин, лимон, мята, науат, көкшай және қара шай керек болады. Науаттың орнына бал қоссаңыздар да болады. Ең алдымен ыдысымызды алып, оның үстіне кесілген апельсинімізді саламыз. Кесілген лимонымызды және науат саламыз. Мята саламыз. Өте дәмді шайлардың бірі, міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар. Күн салқындаған кезде шаршауыңызды басатын өте дәмді шайлардың бірі. Мятамызды салып алып, енді оның үстіне жарты шай қасық қара шай саламыз. Және 2 шай қасық көк шайымызды саламыз. Енді қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Осылай суымыздың барлығын құйып аламыз. Және бетін жауып, демалдыруға қоямыз 5 минутқа. Біздің шайымыз сол кезде өте әдемі болып шығады түсі. Осылай қақпағын жауып, бетін жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. Міне біздің шайымыз дайын болды. 5 минут осылай шайларыңызды демалдырсаңыздар, түсі сондай сап-сары әдемі болып шығады. Нағыз күн салқындаған кезде шаршауларыңызды басатын шайлардың бірі. Міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар. Кез келген тамақтармен қолдансаңыздар болады. Өте жақсы шайлардың бірі. Мен науатты азғантай ғана салдым. Оның орнына мен бал қолданамын. Осылай шайымызды құйып, үстіне бал салып, отбасыларыңызбен бірге ішсеңіздер болады. Балаларыңыз да өте сүйсініп ішетін шайлардың бірі. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.